Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менде өте ерекше тағам, яғни қарапайым заттардан әдемі етіп тамақ жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін мен видеомды соңына дейін көріп кетіңіздер. Бізге керек заттар осындай 2-3 дана картоп, және де сәбіз, және бір ғана пияз жеткілікті. Осылардың барлығын енді төртбұрыштылап, майдалап, турап шығамыз. Қалауыңыз бойынша осылай әдемі көрінеді. Сол себепті осылай төртбұрышты етіп турап қосамыз. Кешкі асқа жасап берсеңіздер, балдарыңызда сүйсініп жейтін болады. Мінекей сәбізіміз, картопымызды барлығын турап болдық. Енді пиязымызды да майдалап тураймыз. Төртбұрыштылап болмаса, бұлай ұзыншалап етіп турап алсаңыздар да болады. Енді мына етімізге аздап қалауларыңыз бойынша өздеріңізге мөлшерін анықтап, солай жасайтын боласыздар. Аз ғана етке, тартылған етке тұзымыз, қарабұрышымызды және де кептірілген менде петрушка болды, соны салдым. Немесе көк күйінде өздеріңіз турап салсаңыздар да болады. Енді осындай қолымызбенен майдалап, кішкентай ғана фрикаделкаларды жасап аламыз, дөңгелектеп. Немесе етті турап жасасаңыздар да болады. Менде осылай бір ерекше етіп осылай жасадым, және де әдемі көрінетін болады. Енді осы етімізді аз ғана майымызға аздап барлық жерін қуырып аламыз. Сонда бір дәмді өте ерекше болып шығатын болады. Мінекей етіміздің барлығын қуырып алдық. Енді оларды басқа ыдысымызға алып тұрып, сол майға пиязымыздан бастап қуырамыз. Қып-қызыл етіп пиязымызды қуырып аламыз ең алдыменен. Одан соң сәбізімізді, картопымызды салып, барлығын жақсылап қуырамыз. Тұзымыз, бұрышымызды немесе кез келген дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Және де аздап томат салып, барлығын жақсылап араластырып, азғантай су қосып, оның үстінен етімізді салып, барлығын бірге қайнатып, пісіріп алатын боламыз. Үстінен туралған жаңағы зелендерімізді салып, пісіріп аласыздар. Өте әдемі болып шығады, түрі де, дәмі де өте ерекше болып шығатын болады. Мінекей көрінісі де керемет. Енді мен термомикске күрішті қайнаттым, немесе өз қалауларыңыз бойынша газге, отқа қайнатсаңыздар да болады. Термомиксімізге салып, күрішіміз шашылып тұратындай етіп, паровойда өзі қайнап пісіп шығады. Мінекей тамағымыз пісіп шықты, күрішіміз де дайын. Енді осы піскен тамағымыздың үстінен көк горохымызды саламыз. Оның үстіне немесе жүгеріні салып араластырып жіберсеңіздер де болады. Ол өте дәмін ерекше етіп келтіретін болады. Енді осылай үлкен кесеміздің үстіне пияланың төңкеріп саламыз. Қазір алған кезде өте ерекше түрі әдемі болып шығатын болады. Немесе кез келген үйдегі размердегі кесені, пияланы істетесіздер. Сонда соған қарай размер шығатын болады. Осылай күріштерімізді жан-жағына, не астарына толықтай етіп салып, басып әдемілеп, тегістеп тарелкамызға аударатын боламыз.
мінекей осылай кесемізден түсіріп аламыз тарелкамызға. Осылай іші қуыс болып шығады. Осындай әдемі болып. Енді оның үстіне дайындалған етті салмамызды салып, қалауларыңыз бойынша зелендермен сәндеп, жан-жағына помидор немесе басқа көкөністермен сәндеп дастарханға тартсаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Мен үшін бұл өте маңызды. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.